отырған Шығыс Қазақстан облысы прокуратурасына, оның басшысы Сүлейменов Тимур Қайырбекұлына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгін кешегі бүгін жақсы ойындар болды, әділетті ойындар болды, қызықты ойындар болды. Бірақ бастысы біздің спортшыларымыз тек өздік спорттың деңгейін ғана көрсеткен жоқ, сонымен қатар өздерінің қарсыластарына деген үлкен сыйластығын, өздік командасына деген қамқорлығын көрсете отырып, біздің спорттың болашағы, оның ішінде Қарбелі Өскемен қаласының болашақ спортшыларының бар екенін көрсетті. Сондықтан барлықтарыңызға спорт мерекесі құтты болсын дейміз. Аталған шараға барлық Өскемен қаласының оқушылары қатысуда. Барлығы 8 команда іріктеліп алынған. Бүгінгі күні осы турнирдің жабылу салтанаты болады. Ақтық мәре деп айтуға болады. Жеңімпаздарды анықталады. Бұл жеңімпаздарға облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды және біздің арнайы демеушілеріміз бар. Осы іс-шараға атсалысып жатқан солардың ақшалай сыйлықтар бар, беріледі. Бұл турнирдің мақсаты бұл жастардың арасында құқық бұзушылықты алдын алу ең басты, және де жастарымыздың спортпен шұғылдануы дұрыс бағытта болуына жәрдемдесу.